Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі мүсін өнері атты дәрісте сіздер мүсін өнерінің шығу тарихы мен түрлері, мүсіншілердің шығармашылығы және әртүрлі материалдардан жасалатын көркемөнер туындыларының бір-бірінен айырмашылықтар мен ерекшеліктері туралы танысасыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Бейнелеу өнеріндегі мүсін өзінің қалыптасу тарихымен ерекше. Мүсін өнері шексіз тарихтың бір сәт уақытын тануға мүмкіндік беретін өнердің бірі. Бейнелеуде әрбір образ немесе әлдебір композицияны көрермендерге сезіндіруде, ондағы мағынаны түсіндіруде суретші форма сомдауда белгілі бейне арқылы шешеді. Мүсін өнерінде сұлбаның нақтылығы мен бір тұтастылығы маңызды. Сырт пішіні мен детальдарды фактуралық өңдеу мүсіндік бейненің пластикалық шешімінің көркемдігін күшейте түседі. Мүсінді табиғи және арнайы материалдан ойылып, қашалып, құйылып жасалатын биіктік, ендік, аумақтық үш өлшемінен құралған көркемөнер туындыларын жатқызамыз. Мүсін өнерінің басты тақырыбы адам, оның сыртқы бейнесі арқылы ішкі рухани дүниесін, жоғары сезімін, ерік жігерін, күрделі психологиялық күйін ашып көрсетуінде. Мүсін көбіне сәулет өнерімен тығыз байланысты дамыды. Ерте кезеңдерден бастап мүсін сәулет өнерінде тірек қызметін атқарып, құрылыс конструкциясына қатысты дамыды. Мүсін жасалу жолына байланысты жұмыр және рельефті мүсіндер болып бөлінеді. Жұмыр мүсіннің өзіндік ерекшелігі образды әр қырынан қабылдауға болады, ал рельефті мүсіндер жазықтық бетіндегі бедерленген мүсіндер. Рельеф сәулет өнерімен тығыз байланысты болғандықтан көбінесе ежелгі ғимараттарда мүсінделген. Солардың ішінде әлемдік сәулет өнерінің озық үлгілерінің бірі Грекиядағы Парфенон ғибадатханасындағы шығыс бөлігіндегі мүсіндік фриз. Ежелгі грек мифологиясының құдайлары Посейдон, Аполлон, Артемида. Рельефтің өз заңдылықтары бар. Егерде бейне жазықтық бетіне жартылай шығыңқы бедерленсе, бар рельеф. Жазықтық бетінде мүсіндік бейненің ауқымды көлемді бедерленуі бұл горелев. Жұмыр және рельеф үлгілерін Санчи күмбезіндегі мүсіндерден де көруге болады. Санчи ежелгі үнді сәулет өнерінің көркемөнер туындысы. Діни қызметке арналған орынның әлемнің төрт тұсына қараған қақпалары мүсіндермен безендірілген. Мүсін өнерінде натюрморт, пейзаж тақырыптары үйлесе бермейтін болғандықтан, көбіне гүлдер мен өсімдіктер мүсін өнерінің тек сәндік қызметін атқарып, олар жазықтық бетінде рельефті бедерленеді. Мүсіннің басты негізгі түрлері қондырғылы және монументалды болып бөлінеді. Қондырғылы мүсін өнері көбінде жақын арадан қабылдауға, ішкі көрініске арналған. Мұнда әсіресе күрделі мақсаттар қойылады. Монументалды мүсін өнері тікелей сәулет өнерімен тығыз байланысты, көпшілікке қоғамға арналған көркемөнер туындысы. Монументалды мүсін өнерінде терең ой идеяларды қатаң пішіндермен бейнелейді. Мүсіндер көрмелер мен музейлерге емес, шынайы өмірлік ортаға арнап жасалады. Олар мықты материалдардан сомдалып, ғимараттардың қабырғалары, бау-бақшалар мен алаңдарға орналастырылады. Бұлар тарихи тұлғалар мен елеулі оқиғаларды мәңгі есте сақтауға арналған ескерткіштер. Монументтік өнердің көптеген ерекшеліктері оны аса маңызды тәрбие құралына айналдырады. Суретшінің шығармасы қала ансамбліне, архитектура кеңістігіне қосыла келіп, әрбір адам өмірінің ажырамас бөлігі болып қалады. Бүгінгі дәрісте қондырғылы мүсін түрлеріне тереңірек тоқталамыз. Мүсін өнерінде пластилин, балшық, балауыз тәрізді жұмсақ материалдармен гранит, мәрмәр, қола, мыс, ағаш материалдары қолданылады.
Мүсінде жұмсақ материалдардан мүсіндеу, қатты материалдарды қашап өңдеу, металдан құйып шекімдеу техникалары қолданылады. Мүсінші материалдың табиғи тілін пайдалана отырып, жобаланған туындының мазмұнына байланысты материал таңдайды. Көлеміне қарай қондырғылы мүсіндер арнайы станокқа орнатылып жасалады. Мүсіншінің ең қарапайым құралдары әртүрлі қалақшалар, өлшеуіштер, жалпы мүсінші қолданатын материалына байланысты құралдарды таңдайды. Мүсін өнерінде бояу түстерінің қолданылуы шектеулі. Дегенмен адамдар бейнесін шынайы көрсетуде мысырлықтар үшін ең басты нәтиже болды. Көне Мысыр мәдениетінің ең басты ерекшелігі мәңгілік өмір сүруге талпынушылық Мысыр халқының бүкіл дүние санасына тереңде еніп, оның мәдениеті мен өнерін қалыптастыруда айрықша рөл атқарды. Алда мәңгілік өмір сүру мақсаты тұрды. Осындай түсініктен бейнеленген мүсіндер толығымен тіршілік мақсатына негізделген. Сол дәуірдегі ел билеушілерінің мәңгілік өмірге деген ұмтылысынан туындаған мүсіндер шынайылыққа тән жасалынған. Мысырлықтар ойындағысын бейнелей отырып, барлық элементтердің дәл түсуін талап ететін қатаң ережелерге бағынатын. Ежелгі патшалық дәуірінде өмір сүрген ерлі-зайыпты Рахатеп пен Нофреттің бейнелері белгілі діни наным-сенімдерге байланысты салынған мүсіндер. Бейнелердің бет жүздеріне және орындалу пластикасына қарап, олардың тек қана символ емес, олардың өмірде болған адамдар екендігіне көз жеткіземіз. Мүсіннің көздеріне әйнек орнату арқылы адамның шынайы жанарын келтірудегі тәсілі. Мысырлықтардың мүсінші сөзін аударғанда өмірді сақтаушы деген мәнді білдіретіні осыны нақтылай түседі. Ежелгі Мысыр өнері әрбір суретші ерте жастан зерттейтін заң ережесі негізінде қалыптасты. Мысырлықтардың мүсіндерінде барлық фигуралар екі қолын тізесінің үстіне қойып отырады. Ер адам мүсіндері әйел мүсіндеріне қарағанда күңгірт түске боялған. Әрбір құдайдың келбеті алдын ала белгілі болған. Мысыр туындылары негізгі канондық заңдылыққа сүйеніп жасалды. Адамдар бейнесі өте қарапайым бейнеленіп, адамдар тік тұрған, қырынан отырған кейпінде мүсінделді. Мүсін жасауда мәрмәр тасы ақшыл түсімен адам бейнесін мүсіндеуге ыңғайлы әрі қолайлы материалдардың бірі. Грек мүсін өнерінде адам бойындағы ақыл мен өжеттілікті және күштілік қасиеттерін аса бағалаған. Олар жастайынан төзімділік пен жан сұлулығының жоғары деңгейде тәрбиеленуіне қатты көңіл бөлген. Ежелгі Грекияда спорттық жарыстарды құрметтеп, оларды жиі өткізіп отырған. Олимпиялық ойындардың жеңімпаздары ел аузында аңызға айналып, атлеттердің жеке ерлігі мен дене бітімінің сұлулығы бағаланған. Жеңімпаздар құрметіне тұрғызылған статуялар жастық пен сұлулықтың, тән және ішкі жан дүниенің сұлулығын дәріптейтін бейнелер тобы болды. Ежелгі Грекияның мүсіншілерінің бірі Миронның дискобол статуясы қозғалыстағы мүсін бейнесін алғаш бейнелеген мүсіншілердің бірі болып саналады. Ол күрделі бұрылысымен дискіні лақтырар сатын өте нанымды бейнелеген. Мирон екі сәтті шеберлікпен ұстап қалған. Біреуі дәл нақты осы сәт, екіншісі одан кейінгі келер сәтті көрсете білген. Мирон шығармашылығы толығымен грек мүсін өнерінің негізгі идеясына қызмет етті. Ол дене қозғалысының сұлулығы арқылы кемелденген адам бейнесін көрсету идеясы негізделген. Грек суретшілеріне берілетін тапсырыстар оларды көп ретте бейнені
қимыл қозғалыста көрсету шеберлігін шыңдауға мәжбүрлейтін, Олимптегі ғибадатхананың айналасында жарыстарда жеңіске жеткен атлеттердің Құдайға бағышталған мүсіндері орнатылатын, ойындар діни сенім рәсімдермен тығыз байланыста болды. Зер сала қарасақ, Мирон дененің қарсы көрінісін қолы мен аяғының қырынан бұрылған сәтімен қабыстырып, дененің әрбір бөлігі үшін әртүрлі көру бұрыштарын біріктіреді. Маңыздысы Миронның кеңістікте мүсінді қимыл қозғалыста көрсетуінде. Жаратылыстың басты образы болған адамды жан-тән сұлулығын мінсіз бейнелеуде алғашқы екпін сол дәуірден бастауын алады. Адам сұлулығының шыңы болып есептелген грек мүсіндері болашаққа өнеге үлгі ретінде жасалынған шығармалар. Ежелгі гректер де өздерінің өмірлерін тікелей мифологиямен байланыстырады. Табиғаттағы әртүрлі құбылыстардың егін мал шаруашылығы болсын, жаңа кәсіп пайда болса да, солардың өздерінің қамқоршысы болған. Осындай қамқоршы тәңірлерді өздерінің өнерлеріне арқау етіп құрмет тұтқан. Сәби Дионисті көтерген Гермес атты композициясы соның бірі. Бұл туындыда мүсінші жұмсақ түстер үндестігін әдемі қиюластырып, көңіл күйінің көзге шалынбас сәттерін мүсіндей алатын көз тартарлық образды жасады. Дененің барлық мүшелері, бөліктері дәл білгірлікпен сомдалған. Мүсінші дененің бар сымбаты мен әдемілігін әсерлендіру шеберлігін игеріп, жұқа тер астындағы бұлшықеттің ойнақы қозғалысын көрсете алды. Өмірде грек пластикасындағыдай адамның симметриялы, пропорциялы, келісті дене бітімін кездестіре алмаймыз. Өткен заманның суретшілері көптеген адамның дене бітіміне зер сала қарап, өздеріне ұнамаған тұстарын мүсіндемей, олар нақты адамның сырт келбетінен көшірме жасап, өздерінің сұлулық туралы ұғымдарына сай келмейтін ерекшеліктерді жойып, жетілдіре түскендей. Мүсін өнеріндегі күрделі қозғалыс пен табиғат заңдылықтарын жеңіс құдайы самофракиялық Ника атты туындысынан аңғаруға болады. Тарихи деректерге сүйенсек, мүсінші теңіз ауасының ылғалдығын, соққан желден денеге жабысқан матаның бүрмелерін шеберлікпен көрсеткен. Итальяндық Джованни Лоренцо Бернинидің «Әулие Тереза экстазы» композициясында түрлі әдістермен материалды бояу, жарық қасиетін пайдалану арқылы композицияны ұтымды үйлестірген. Шебер металл, гранит, мәрмәр материалдарын біріктіру тәсілімен туындының мазмұнын ашты. Мүсіннің артқы фонында алтынмен апталған қола жоғарыдан түсіп тұрған нұр ретінде бір ерекше нышанды білдіреді. Шабыттылық, өзін-өзі ұмытарлық дәрежедегі қуанышты білдіру бұл шығарманың негізгі мазмұны. Композиция шіркеуде арнайы жоғарыдан сәуле түсетін орынға орнатылған. Осыған байланысты жоғарыдан түскен сәуле осы шығарманың эмоциялық әсерлігін шарықтау шегіне жеткізді. Қондырғылы мүсінді орналастырудағы заңдылықтардың бірі көлеңке мен жарықты тиімді пайдалану арқылы композицияның мазмұнын аша білуде. Мүсінде мәрмәрді әртүрлі жолдармен өңдеуге болады. Рафаэль Монтидің «Веста шырақшысы» атты туындысы осының айғағы. Римдіктердің аңыз әңгімесі бойынша Веста отбасына бақыт әкелетін әйел тәңірі. Веста шырақшыларының басты міндеттері ғибадатханасына шырақ жағып және адалдық, пәктік деген ұғымдарды ұстанатын қыздар. Мүсінші тасты өңдеуде біріншіден бет әлпетті бүрмелеу арқылы Веста шырақшысына тән адалдық, пәктік мазмұнынан мінездеме берсе,
Екіншіден, бет әлпетінің әрбір мүшелерін сақтай отырып, матаның ең жұқа түрін, бүрмелерін шеберлікпен жасаған. Тастың өте жұқа нәзік деңгейге дейін өңделген түрін көрсеткен. Осындай мазмұндағы туындылар мүсіншіні жаңа қырынан көрсетіп, бейнелеу өнерінде өзіндік қолтаңбасын қалдырды. Мәрмәрді Қазақстан мүсін өнерінде де кеңінен қолданды. Соның ішінде Хәкімжан Наурызбаевтың Құрманғазы портреті. Ұлттық мүсін өнерінің негізін қалаушысы, Қазақстан Республикасының халық суретшісі Хәкімжан Наурызбаев мәдениет пен өнер қайраткерлерінің тамаша галереясын жасаған. Хәкімжан Наурызбаевтың шығармашылығы Қазақстандағы мүсін өнерінің кәсіптік мектебінің қалыптасу кезеңдерін танытады. Ол жасаған Шоқан Уәлиханов, Сәкен Сейфуллиннің портреттері мүсіннің классикалық мәнерінде орындалған. Бұларда ұлттық мәдениеттің көрнекті қайраткерлерінің мінезі мен ішкі әлемі жақсы дәрежеде берілген. Құрманғазы портреті солардың қатарынан орын алатын үздік туынды. Мүсінші өңделмеген мәрмәр тастың табиғи қалпын сақтай отырып, Құрманғазы портретін сәтті шығарған. Бұл тәсіл арқылы мүсінші ұлы күйшінің шабыты туған жер топырағынан нәр алады деген ой айтады. Портрет халық арасынан шыққан дарынның күшін, даналығы мен сұлулығын танытады. Хәкімжан Наурызбаевтың шығармашылығында портреттік мүсін негізгі орын алған. Есімі халықтың жүрегінде мәңгі қалған ақын, жазушы, композитор, тарихи қоғам қайраткерлердің тұлғалары мүсіншінің басты тақырыбы мен шығармашылықта рух беретін қуаты болды. Хәкімжан Наурызбаевтың ең үздік туындылары Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінің коллекциясында сақтаулы. Қазақ бейнелеу өнеріндегі 1960 жылғы буын өкілдерінің бірі Төлеген Досмағамбетов мүсін жасаған материалдың ерекшелігін ескере отырып, Амангелді Имановтың портретін жарыққа шығарды. Гранит тығыз берік тас, түсі әртүрлі, ашық сүр түстен қара қоңырға, ашық қызғылттан күрең және қара түске дейін болады. Монументалды ескерткіштер мен қондырғылы туындылар жасауда қолданылады. Егерде мәрмәрде адам бет-келбетіндегі әрбір мүшелерін анығырақ көрсететін болса, гранитте ондай мүмкіндік жоқ. Құрамы өте тығыз берік болғандықтан мүсін өнерінде жалпы бейнені көрсететін материал ретінде қолданады. Батырдың рухани күшін, қайсарлығын материал мен кейіпкерді бір-бірімен үйлестіре отырып, батырдың батырлық образын ашты. Мүсінде қолданылатын материалдың бірі шамот, иілгіштік қасиеті жойылғанша күйдіріліп, жоғары температурада белгілі дәрежеде біріктірілген отқа төзімді саз балшық. Шамоттан жасалынған туындылар көбінесе боялады. 20 ғасырдың ортасынан бастап сәндік және қондырғылы мүсін өнерінде көп қолданылады. Мүсінші Ескен Сергебаевтың драматизм тақырыбындағы 1941 жыл атты туындысын шамоттан жасаған. Композицияда ер адамның жылқы жануарына мұңын шағуы, соғыс жылдарында зардап шеккен халықтың мұң-мұқтажын айқын көрсеткендей. Ауыр күрсініп ат жалына бетін басып тұрып қалған мұңға толы психологиялық хәл. Туындыда бастаулы нүктесінен аяқталу нүктесіне дейін барлық анатомиялық заңдылықтар қатаң сақталған. Зоя Береговаяның терракота фарфордан жасалған шағын пластикалары өзінің ширақтығылығымен, жылылығымен ерекшеленеді. Оның жұмысының тақырыбы қарапайым ауыл адамдары мен тың игерушілер. Жұмыстарының ішіндегі қыз жібек аққулар мен баян сұлу қара торғаймен атты туындылары көзге тартарлықтай нәзік бейнеленген. Мүсінде қолданатын табиғи материалдардың бірі ағаш, ежелден келе жатқан материал. Оның түсі мен текстурасы бар. Оны бояуға, алтындауға және оған өң беруге де болады. Ағаш материалы өзінің жылылығы,
текстура мен фактурасының әртүрлілігімен тартымды. Исаак Иткиндтің ағаш өңдеудегі ерекше тәсілмен орындаған күліп отырған қария атты көркем туындысы қарияның образдық келбеттік тұлғасының психологиялық мінез құлқын аша түседі. Жас Жамбыл туындысын орындауда мүсінші қола материалын таңдаған. Қоладан жасалған мүсін көбіне тотығып, жасыл, көгілдір, қоңыр және қара рең алады, және контурдың нақтылығын көрсету мүмкіндігі бар. Бұл туынды әсемдігі мен дәлдігі ұштасқан жас ақынның бойындағы поэтикалық сезімін рухтандырғандай. Халық суретшісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген өнер қайраткері Еркін Мергеновтың кездесу атты туындысы күміске ұқсас түсті беретін алюминийден жасалынған. Бұл композицияда велосипедпен келбеті жоқ ұлттық киім киген қазақтың қария елінің толық бейнесі сомдалған. Мүсінші туындыдағы кейіпкердің жан дүниесін бос кеңістігі арқылы ашып көрсетуді көздейді. Қарияның бет бейнесін қуыс етіп қалдырған мүсінші кейіпкердің рухани тербелісіне көп көңіл бөледі. Қарияның портреті көрерменге беймәлім. Ол бәріне ортақ персонаж ретінде қабылданады. Композицияның сюжеті жаңа мен ескінің өмір арнасында түйісіп, бірін-бірі алмастыруы мен қоғамда орын алған факторы жайлы болмақ. Мүсін өнері ұлттық салт дәстүрді дәріптеуші, тарихты жалғастырушы ғана емес, сол елдің тарихын, тұлғаларын танытып, оны құрметтеу, жас ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеу қызметін атқарады. Назарларыңызға рахмет.